Қалайсыздар жігіттер қыздар? Жалпы мен бұрынғы обзорды 2 ай 10 күн бұрын түсіріппін. Так, бізде 14 октябрь, примерно 2 ай 10 күн бұрын түсіргем. Белгілі бір себептерге байланысты обзорға, торговля жасауға особо уақытым болған жоқ. Бірақ мына биткойнның бағасы, эфириумның бағасы жалпы рынок бір орнатып қалған. Өйткені қазір не жүріп жатыр? Қазір накопительный сезонда, чтобы жоғары қарай өсу үшін деген сияқты. Но енді мысалға мен алдында айтқан болатын, 100 мыңнан төмен сатып аламын, несеймін деген сияқты. Но әлі ол бағадан жоғары қарай өскен жоқ, қатты да түсіп кеткен жоқ. Примерно мына жерлерден сатып алдым, примерно 12% жерлерден мен ұстадым да. Бірақ мен ақшадан полностью сатып алуға қойған жоқпын. Менде сатып алатын ценалар әлі мына 76.874 осы бағалар. Потом енді биылға, келесі жылға особо бұдан құлай қоймайды деген ойдамын. Өйткені неге? Мендегі жалпы план қазір мына жерде тағы да қозғалып жүріп, сосын барып жоғары қарай кету да, мына облысқа. Менде мына жер менде үлкен сату аймақтары болады. И осы жерден бастап мен дальше төмен қарай мына 40 мың баға жаққа қарай құлау жоспарын күтетін боламын. Мына жерден де мысалы құлап кету мүмкін да. Мысалы мына жақтан құлап кетіп, былай жүріп, былай қимылдаса, ол кезде мен мына жерде сатпаймын, дальше жоғары қарай мысалға 240, мысалы 250 бағаларына дейін ұстайтын боламын да, осы жаққа қарай. Осылай қарай. Так, мына жерде жерлерді алып тастаймын. Если мына жақтан дальше бізде жоғары қарай кетпейтін болса, былай қарай. Мен төменнен алатын боламын, 40 мыңнан дальше цена и жоғары қарай осылай. Менде пока осы екі позицияны ұстанып отырмын, яғни 77 мыңнан сатып аламын. Бірінші жақсы ценаға, алдында 100 мыңнан сатып алғанда, 199 сатып алғанда өте крупный суммаларға сатып алған жоқпын, депозиттен примерно 5-10%-ға сатып алған болатын да, чтобы астыдан, яғни менде биткойнды всегда алдыға 1 жылдыққа минимум сондай сатып аламын. 6 ай средний, максимум 1-2 жылға деген сияқты. Вот. Сондай ситуацияларда ғана мен сатып аламын. Ал қалған альткойндарды, например, эфириум деген сияқтыларды оларға 3 айға, примерно, средний срокқа сондайларға сатып аламын да. Вот. Енді қазір биткойнға байланысты айтарым, осы 77 мың бағадан үстіне тағы дополнение жасайтын боламын. Үстіне тағы қосам сатып алуға деген сияқты. Но енді дальше бақылайтын боламын. Меніңше енді мына бірінші план орындалған, мысалға маған да тиімді, яғни сатып аласың и тез жоғары қарай өскені да, барлығымызға тиімді. Төмен қарай құлап, дальше ол мына жаққа құлайтын болса, болды, все уже мына жерлерде 6-7 ай тағы тұрып қалуымыз мүмкін. Мына жаққа құлауға тағы 3-4 ай кетуі мүмкін. Сонымен 2027 мысалы ортасы болып кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Ал оның уже плюсын алам дегенше уже біздер тағы 1-2 жыл күтіп, сонымен 2029 болып кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Ол ешкімге де особо керек емес идея, но енді нарық өзінің жағындай өзінікін жасайды бәрібір. Біздер қалай пландайық, не істейік, бәрібір нарық өзінің, рынок өзінікін жасайды бірақ. Енді біздер қалай есептейміз, барлығы соған байланысты. Енді менің планым жалпы алдағы уақытқа 2026-ға даже бізде 10 күннен де аз ғана уақыт қалды. Вот, соған байланысты енді келесі жылдың мартына дейінгі уақыттар осы аумақтарды мен күтетін боламын. Если мысалға мына план бізде орындалмайтын болса, келесі уже 42-43 деген пландарды осы жақтарды мен өте үлкен суммалар осы жаққа дайындаймын. Чем мына жерге мысалға, например, делік, например, $10 мың средний айтайын, одан да көп деп ақша саламын мен бұндай ситуацияларға. Вот, например, $10 мың бір адамда бар делік та, ол адам мысалға мына жерден 2-3 мың алып қойды, и мына жерден ол 2-3 мың дальше дополнение жасаса алады. Қалған 50% суммасын мына 42 мыңға дайындаса болады. Вот, на всякий случай да. Ал пока мен өзім мына жерге нормальный суммалар дайындадым. Енді әркімнің өзінің қалтасына қарай деген сияқты ғой. Осы 77 мың баға менде өте круглый цена біріншіден, екіншіден алдағы 3-4 айлыққа дейін жоспарлайтын нәрсе да. Ол қалай да болса да бізде накопление бастапқы айлар төмен қарай құлады, одан кейін бізде накопление и жоғарыға қайтадан деген сияқты. Осы планды мен пока ұстайтын боламын. Ал енді эфириумға келетін болса, эфириумда менде жалпы план басқашалау болып тұр. Мен біріншіден мына жақта тұрып
қалатынына әлі де фокус қоямын. Эфириумға осы жерлерде біраз тұрып қалады. Сосын бірақ мысалға мен алдындары 5700-ді 5800-ді пландап жүргенмін, осы жерден дальше кетеді деген сияқты. Уже мен мына уровеньнен төмен құлап кеткеннен кейін менде средний цена осы жерлер болды, сату, эфириум сату. Енді біздер мына жерлерден кірдік деген сияқты ғой, енді мына жерден саттық. Менде план бірақ 5700 болған, бірақ ол планды кейін өзгерттім. Мына жерден сатуға, өйткені маған ұнамады. Яғни уровеньнен төмен қозғалды деген сияқты, ол уровеньнің үстінде мысалы қозғалып, сосын дальше кету керек, ондай болмады. Уровеньнің астында қимылдап несеп кетті. Но уже мен сату деген шешім шығардым. Енді мен қазір алдында примерно мына жерлерден қайта алғам. Осы жерлерден енді шамалы көп сумма емес, депозиттің 10-15% алдым. Енді дальше мына 2600 емес 2500 осы жобалардан қайттан алатын боламын эфириумды. Бірақ мына жерге дейін, мысалы мына жерде қанша пайыз? Примерно 60-70%. Сол биткоин 150-ге барғанда мынауда 4360 осы жерлерді ғана жоспарлайтын боламын. Особо 5700-5800-ді білмей тұрмын, жалпы оған бара ма, бармай ма. Яғни бірақ енді өзім фиксацияны 4300 сол жақтардан жасайтын боламын. Одан кейін төмен қарай қайттан мына жаққа дейін болатын план қоямын. Уже мен биткоин мысалға если 40-қа түсіп жатқан кезде мынауда осы жерлерге барып қалады деген ойдамын ше. Осы жерлерге барса енді бұл жерге барса біраз нәрсенің құлайтынына уже не барды. Бірақ ол кездер мына уақыттар жалпы мына жерлер хайповый зона болады, яғни 4300 осы жерлер бізде хайповый зона, тек биткоинға ғана емес. Биткоиндар ол жерде мен 150 мен 170 арасын пландаймын. Жалпы максимум енді 150 шығар деген ойдамын. Енді 170-ге де барып қалуы мүмкін, кім біледі деген сияқты. Но мен бірақ 150-ден бастап сата беремін. Енді ол кезде мен планым жалпы эфириум максимумды қимайды. Біріншіден мен негізгі ұстаным қазір сондай болып тұр. Екіншіден биткоин максимумды қияды, максимум қиғаннан кейін дальше 20-30% өседі. Вот сондай. Ал эфириум мына жерде бізде тек 70% ғана көрсетіп тұр. Мына жерден былай алатын болсақ 70%. Енді биткоинда мысалға 75 мың сондайлар болады. Если 150-ге дейін баратын болса 100%. Эфириумнан шамалы 20-30% жоғарырақ өседі деген менде план жоғары. Одан кейін барып уже мына жерден құлағаннан кейін мен уже эфириумға көп көңіл бөле бастаймын. Мына жерге қайттан эфириум құлайтын болса, эфириумды планды жалпы көп қоямын. Жалпы сондай менде. Биткоин жайлы, эфириум жайлы ойым сондай. Енді біздер доминацияларға көшейік. USDT доминация, биткоин доминация жайлы. Енді жалпы мен құлаулар жайлы айттым. Қай жерге дейін құлау деймін. Мысалы биткоинде 77 сол жақтар дедік қой. Енді қазір қарасаңыз 86 болып тұр. Әлі $10,000 төмен қарай құлау керек та биткоин. Ол бізде примерно 10-12%. Ал USDT доминациясы да бізде жоғары қарай 10-12%, 11-33% өсу керек. Бұл не деген мағынада USDT доминациясы? Яғни USDT дегеніміз доллардың аналогы да, биржада жұмыс жасайтын доллардың аналогы. Біздер USDT арқылы биткоин сатып аламыз деген сияқты. Ол енді екінші бізде бұл USDT доминация деген, яғни кэш ақшаның, наличный ақшаның көбейетіні ма, или төмен қарай құлайтыны ма жайлы графигі да бұл жерде мен түсіндіріп тұрғаным. Яғни бұл график жоғары қарай өсетін болса, мына USDT доминациясының график жоғары қарай өсетін болса, онда рынок төмен қарай құлайтын болады. Биткоин болсын, эфириум болсын деген сияқты. Ал егер де бұл төмен қарай құлайтын болса, мысалы былай қарай, ол кезде бізде рыноктың жоғары қарай өсімін көретін боламыз. Яғни менде әлі мына жерге дейін өседі деген план бар. Мына жерге дейін. Сол кезде мысалға биткоиндарын біз төмен қарай примерно сол 77 мың сол жаққа дейін құлайтын жоспарлайтын боламыз. Потом барып төмен қарай құлауы бізде менде пока план сондай да. Былай қарай 10% өседі, USDT доминация, ал биткоиннің өздері төмен қарай 10% құлайды. Содан кейін барып мен жоғары төмен қарай құлауларды күтемін. USDT доминациясын 2-3 деген сен аламын. Енді мына жерлер емес, мына жерге дейін құлайтын түсінемін. Осы кездерде бізде жалпы биткоиннің 140-150 бағаларын күтетін боламын осы жерлерге келген кезде.
Вот бізде сол кезде мысалы 150-ге жеткенде не үшін біздер құлайды деген мысалы фокусты қойып тұрдық та. Өйткені бізде максималды хай болады, мысалы 2022-ден бастап өсіп келе жатыр да, жоғары қарай мысалы 16-17 мың доллардан бастап мысалы 150-ге дейін барса почти 10 есе ол өсіп тұр да. Ал USDT доминациясы мысалы ол кезде 2.8 2.7-ге құлап кететін болса, егер мысалы сол жерлерге дейін, ол кезде бізде ол ойландыратын жағдай. Өйткені неге наличты ақшаның 2-ақ пайызы қалады. Вот уже не деген сөз, уже ол кризисный ситуацияларда. Ал кризисный ситуациялар ол кезде біздер мысалы активтерді сатуымыз керек. Сол сатқан кезде уже наличный ақшалар көбейеді да, мынаның жоғары қарай кетуі ықтималы уже ықтималы көбейе бастайды. Қарасаңыздар бір-бірімен барлығы сәйкес келіп тұр да. Вот мысалы эфириумда, биткоинда сондай. Алдыға мысалы 7.1 соған дейін өседі, потом төмен қарай мынаған дейін күтетін боламын. Мынаған дейін 2 осы жерден бастап мен барлық позицияларды сатамын. Яғни 10-15% жалпы биткоин қалдыруым мүмкін, вряд ли мысалы жоғары қарай өсіп кетуі мүмкін ба, өсіп кетпеуі мүмкін емес па деген сияқты. Вот қалғаннан кейін потом одан кейін сол 60 минималды 40 соған дейін құлауларды күтетін боламын. Вот жалпы сондай. Ал доминацияға келейік. Доминацияда да бізде жоғары қарай мына жерге дейін 60-61, енді 61 менде максимум осы жерлерге дейін күтетін боламын өсуін. Вот сол кезде бастап төмен қарай қайтадан жоспарлайтын боламын. 52 минимум 49 осы жерлерге дейін. Осы бағыттар бізде биткоиннің 150-200-дерін күтетін боламыз. Қайтадан мысалға былай, если былайнан кететін болса, мысалы бізде 67-де қию керек негізі. 75 мендегі цель. Сол 75 деген цель менде биткоиннің жалпы 45 мыңға дейін түсуін жалпы жоспарлайтын боламын. Если биткоин 45 мыңға түсетін болса, онда барлық альткоиндар, эфириумда болсын, төмен бағалары төмен кетеді. Мысалға қазір 80 мың ба, бізде капитализация биткоиннің 1.9 сондай. 1.9 сондай да. Если ол тағы да 50% төмен қарай алып кететін болса, 700 миллиард болып қалады. Ал сол кезде қалған біздегі капитализациялар, мысалы total бізде 2.9, если бұл 1.9-ға түсетін болса, мысалға 50% жоқ болып кетеді. 50% бізде уже альткоиндар нелер төмен қарай құлдилай береді, сондай болып келеді. Сондықтан айтарым, всегда риск менеджментпен соблюдение жасаған дұрыс. Өйткені неге? Мысалға қазір рынок төмен қарай құлап жатыр да. Постепенно сатып алу керек. Өйткені алдыға қарай бір өсім бар, по-любому алдыға қарай бір өсім бар. Ол бізде мысалы доминацияның төмен қарай құлауына алып келеді да, мына жерде. Вот мына жерге қалай құлайды? Мен уже активтердің барлығын сататын боламын. USDT-ға да айтып кеттім, қай жерге дейін құлайтынын. И биткоинді айтып кеттім, қай жерге дейін сататын. Пока мен сатып алу үстіндемін. Дальше сатып аламын, и тағы да сатып аламын, мысалға өзінің мысалға ценаларын қойып қойдым, қай жерден сатып аламын. Мысалы биткоин мен эфириумды айтып кеттім сіздерге. Мысалы альткоиндар нелерді тағы жоспарлауға болады. Тағы да мысалға сіздерді қызықтырып жатса, мысалы мына альткоин керек, мына альткоин деген мысалы комментарийға неге жазып кетсеңіздер болады, и сол бойынша мен жұмыс жасайтын боламын, и келесі обзорларға да соларды қосатын боламын. Вот. Жалпы биткоин доминация жайлы айтатын ойым осы. Енді яғни 52 или 49 осы екі уровеньді күтетін боламын. Минималды менде 52. 52-нің өзі бізде әдемі рынокты көтеріп тастайды жоғары қарай. Мен соны жоспарлаймын. Ол кезде енді биткоин 150 болғанда жалпы рыноктан шыққан дұрыс. Қандай ситуация болмасын, рыноктан шыққан дұрыс. Вот. Енді менде жалпы телеграм каналы бар, сол жақта да мысалы алдындағы интервью жайлы да ойымды айтып кеттім. Уақыт тығыз болса да жазып кеткім келді, осы жаққа жазып кеттім. Потом одан кейін оның ссылкасын телеграмның мына жаққа жазып кетемін, мына жаққа салып кететін боламын. И мен краткосрочный, среднесрочный торговляларды, Bybit биржасына торговля жасаймын. Осы ссылка арқылы кіріп, реф-код жазып, торговля жасасаңыздар болады да. И телеграмға да подписание жасап қойыңыздар. Бұл жақтарда мен обзорларды саламын. Біріншіден, екіншіден қандай позициялар салып жатыр, не істеп жатыр. Менде алдында позициялар менде минуспен шықты. Оның алдында позицияларды арасаңыздар, всегда риск менеджмент сақтасаңыздар, бұл каналдан да сіздер пайда алып кетулеріңізге болады. И бұл жақта тек қана пайда алмай, идеяларды да өзіңізге пайдалансаңыздар болады. Вот, жалпы барлықтарыңызға айтарым осы, всегда риск менеджмент сақтаңыздар, барлықтарыңызға профитпен шығуларыңызға тілектесін. Пока-пока.